Бүгін қазақстандық танымал Хамле кондитерлік компаниясын түркиялық Үлкер холдингі сатып алғаны туралы ақпарат шықты. Үлкер сөзі тәттіні жақсы көретіндерге таныс болғанымен, оның тарихы білмеуі мүмкін. Үлкер компаниясының тарихы кішкентайында инженер болуды қалап, бірақ тағдыры таңдауын өзгерткен Сабри Үлкердің атымен тікелей байланысты. Ол 1920 жылы Қырымда туады. 1929 жылы ол отбасымен бірге Стамбулға көшіп келеді. Мектепте жасында демалыс уақытында Сабри ағасы әсімен бірге күлше жасайтын фабрикада жұмыс істеп жүреді. Ол жастайынан инженер болуды армандайды, бірақ өмірі әлдеқашан ол үшін шешім қабылдап қойған еді. Үлкер Сұлтан Ахмет атындағы экономика мен сауданың жоғары мектебіне түскен кезде екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Бітірген кезінде соғыста аяқталады. Осындай қиын қыстау кезеңде ол біраз жылдан бері тәтті жемеген балалар үшін кондитерлік өнімдер жасаумен айналыса бастайды. 1944 жылы Сабри Үлкер күлше пісіруге арналған шағын шеберхана сатып алады. Мұнда ол ағасы және 3 қызметкермен 4 жыл бойы жұмыс істейді. Кәсібі сәтті жүріп, Үлкер 1948 жылы Таккеджи мешітінің жанынан бисквит салатын фабрика салады. Ол мұнда бұрынғыдан 3 есе көп күлше пісіреді. Өнімдердің бағасы өзгермей қалады. Кейіннен фабрика Стамбулдағы Давут Пашаға көшіп кетеді. 1970 жылы Үлкер Анадолу Геде, қазақша аудармасы Анатолияның тамақ өнеркәсібі компаниясын құрады. 1974 жылы алғаш рет шетелге бисквиттер экспорттай бастайды. 1979 жылы шоколад дайындайтын фабрика ашылады. Дәл сол жылы шетелдік өндірушілермен бәсекелестікке түсіру үшін зерттеу және даму департаменті құрылады. Сол жылдары Түркияда Сабри Үлкер шетелдік нарыққа шыққан кәсіпкерлердің бірі ретінде танылған еді. 1983 жылы ол гофрокартонды өндірілетін өнімдер қатарына қосты. 1996 жылы Сабри Үлкер өсімдік майы мен маргарин нарығына, ал 1996 жылы сүт индустриясына қосылады. 2000 жылы Үлкер компанияның құрметті өкілі ретінде басқарушылар қатарына кіріп, компания директоры ретінде Ұлы Мұрат Үлкерді тағайындайды. 1944 жылдан бері күлше, кейін бисквит жасаумен айналысқан Үлкер кейіннен бренд атауын Жұлдыз холдинг деп өзгертеді. Жұлдыз холдинг компаниясы әртүрлі бағыттағы өнімдер шығарады. Тәтті күлшеден шоколадқа, газдалған сусыннан сүт өнімдеріне және балалар тамағы мен жеке гигиенаға дейінгі өнімдер дайындайды. Сабри Үлкер тек өз қалтасын ғана ойлайтын компания емес, оның қоғамдық прогресс үшін алған жауапкершілігі Түркия экономикасы үшін өте маңызды. Ол білім беру инфрақұрылымын дамыту бағытында да жұмыс істеді. Ұлттық білім министрлігімен бірлесіп, елде өндірістік лицейлер мен жатақханалар, кітапханалар мен компьютерлік зертханалар ашылды. Ол бір жылдары тұрмысы төмен отбасына шыққан студенттерге стипендия да берді. Сабри Үлкер өз сұхбаттарының бірінде азаматтық қоғамның білім бағытында белсенді жұмыс істеуі Түркияның болашағы үшін өте маңызды екенін айтқан. Қазір компанияда 30 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Оның өнімдері 115 елге тасымалданады. Холдингке тиесілі 72 зауыты бар. Соның 16-сы шетелде орналасқан. 5400 түрлі тауардың 3000 бренд болып қалыптасқан. Жыл сайынғы айналымы $10 миллиард $500 миллион құралады.